Матильда Вормвуд өте ақылды, 12 жастағы қыз. Ол жүздеген романдарды оқыды және калькулятордың көмегінсіз күрделі алгебралық теңдеулерді шешуге қабілеті бар. Ақылды қыз қаладағы ең жақсы мектепке барады деп болжауға болады, бірақ шын мәнінде бәрі басқаша. Матильданың тәкаппар ата-анасы Вормвуд мырза мен ханым. Олар әлі де ер адам емес, қыз туылғанына ашулы, сондықтан олар Матильданы мүмкіндігінше басуға тырысады. Олар оның хоббиін үнемі мазақ етеді. Ең бастысы, оның мектепке баруына жол бермейді. Матильда өзінің барлық ақылдылығын көршісінен және жақын досы Фелпс ханымнан алған кітаптары арқылы алды. Оның қиын өміріне қарамастан, қыз әрдайым күлімсіреп жүреді. Бір күні оған жақсы жаңалық болды. Көрші мектептен 2 мұғалім бала дұрыс білім ала алады ма деген сұрақпен Вормвуд резиденциясына тексеру үшін келеді. Айлакер ата-аналар қызды үйде оқыды деп тез өтірік айтады, бірақ мұғалім мисс Хани кейінірек бірдеңе дұрыс емес екенін біліп, ол Матильдаға жалғыз барғысы келетінін сұрайды. Кішкентай қыз ата-анасынан қорқаны үшін мектепке бармайды. Дегенмен мисс Хани оған әдебиетті үйретуге уәде береді. Бұл Матильданы сендіреді және ол иә дейді. Кейінірек ол өз бөлмесінде әдеттегідей кітап оқығанда, оның тәкаппар әкесі кіріп келіп, оны сол үшін жазалайды. Қызды мұғаліммен сөйлескен үшін жаза ретінде қаладағы ең атышулы мектеп Кранчем холлға жіберетінін ашады. Директор Агата Транчбул үлкен қорқынышты әйел. Ол балға лақтыру чемпионы және оның балаларды тәрбиелеудің ерекше тәсілі бар. Матильда оны Кранчем холлға жібереді деп қорқады. Сондықтан әкесінен кек алу үшін ол кейінірек жоспар жасайды. Ата-анасы теледидар көрумен айналысқанда, олардың бөлмесіне кіріп, макияжын араластырады. Көп ұзамай Вормвуд мырза келіп, сарысуын қолданады. Айнаға қараған кезде оның басы, оның шашы толығымен жасылға айналғанын білген кезде, бұл оны таң қалдырады. Сондықтан ол Матильдаға қарай бет алады. Кішкентай қыз өтіріп ұйықтап жатыр, бірақ әкесі білмейді. Келесі күні Матильда ерте тұрып, өзінің жаңа мектебіне бет алады. Бірақ ол келгенде қақпаның әлі ашылмағанын біледі. Оның ең жақын досы Фелпс ханым оны байқап, оның шын мәнінде 1 сағат бұрын келгенін айтады. Матильда әңгіме айтуды шешеді. Жақында жазған оқиғасы бойынша Фелпс ханым кітапқұмар адам болғандықтан тыңдауға келіседі және оқиға басталады. Ертеде әдемі акробатқа ғашық болған әйгілі эскаполог өмір сүрген. Екеуі де өз салаларында кәсіпқой болған және көптеген адамдар оларға тәнті болды. Көп ұзамай олар үйленіп, дуэт жасай бастады. Бірақ олар әлі де қайғылы болды, өйткені оларда жоқ бір нәрсе болды, нәресте. Жылдар өтті, бірақ серпіліс ешқашан болған жоқ. Сондықтан оларды одан алшақтату үшін олар батыл жоспар құрды. Бұл сөзсіз шынында да бүкіл әлем бойынша танымал болды. Бірде үлкен цирк аудиториясының алдында ерлі зайыптылар әлемдегі ең қауіпті трюкті орындайтындықтарын мәлімдеді. Ол акулалардың үстінде динамитпен және торға қамалған адам ұстаған, тікенді заттармен ауаны жарып жатқан әйел деп аталады. Бұл ессіз естіледі. Фелпс ханым оқиғаға қайран қалады. Бірақ ол бұдан әрі не болғанын сұраған кезде Матильда мен білмеймін дейді. Өйткені оның әңгіме ойлап табатын әдеті бар. Бір қалған бөлігі туралы ойлануға уақыт қажет екен. Дәл осы сәтте қақпа ашылып, Матильдамен бірге тағы бір жаңа бала ішке кіреді. Кіреберісте Транчбул ханымның үлкен мүсіні балға добын лақтырып жатыр. Екі қыз мекемеге құрметпен қараған кезде кенеттен басқа оқушылар оларды музыкалық нөмірмен қарсы алады. Олардың мектебі түрмеге ұқсас екенін айтты. Одан құтылудың жолы жоқ, қашуға болады, бірақ олар зұлым директордан, яғни Транчбул ханымнан жасыра алмайды. Ол мектепті бітірмес бұрын барлық оқушылардың ұрып-соғып түзетілгеніне көз жеткізеді. Біраз уақыттан кейін Матильда ақыры өз сыныбына жетеді және оның мұғалімі Хани ханым болып шықты. Транчбул ханымнан айырмашылығы, ол балалармен бірге болуды ұнататын жанашыр және мейірімді әйел. Сабақ бастағанда тақта орта мектеп оқушылары түнде жазған алгебралық теңдеулермен толтырылған болып шықты. Мисс Хани Матильдадан оны сүртуді сұрайды. Бірақ кішкентай қыз шүберекпен сүртудің орнына теңдеулерді шешеді. Хани ханым Матильданың барлық теңдеулерді дұрыс шешкенін көргенде қатты таң қалады. Оның ерекше қыз екенін түсініп, Хани ханым бос уақытында тағы не істейтінін сұрайды. Матильда романдар оқимын деп жауап береді. Мұны естігеннен кейін бүкіл сынып таң қалды. Сонымен қатар сабақ аяқталғаннан кейін әсерлі ханым Хани директорға барып, оған Матильданың таланты туралы айтып бермекші. Содан кейін біз Транчбул ханымды бірінші рет көреміз. Ол тіпті мектепте де армия формасын киетін алып әйел. Оның бөлмесіндегі олжалар ол қаншалықты жақсы балға лақтырушы болғанын көрсетеді.
Мисс Хани оған жаңа бала туралы қобалжып айтады. Бірақ күткендей, Транчбул ханым оны қызықтырмайды. Ол оқушыларға көп көңіл бөлгісі келмейді, және оларды оқытқысы келмейді. Тек оқушыларды жазалауды қалайды. Келесі көріністе Матильда үйге оралғанда, ол мектептегі алғашқы күннің егжей-тегжейін қуанышпен айтады, бірақ оның ата-анасына бәрібір болды. Вармвуд мырза ол мамандығы бойынша автокөлік сатушысы болды. Матильданың әкесі көліктерді заңсыз сатып көп ақша тапты. Ол ақша тапқанда Вормвуд ханым қуанады, алайда адал Матильда әкесін басқаларды алдаған үшін ұрсады, және оны естігеннен кейін соңғысы оның кітабын тартып алып, оны жыртып тастайды. Матильда жүрегі ауырады, бірақ оның кек алу үшін тамаша идеясы бар. Келесі күні таңертең ол қайтадан ата-анасының бөлмесіне жасырынып кіріп, әкесінің шапасына көп мөлшерде желім құяды, содан кейін оны әкесіне береді. Түске таман Матильда өзінің жаңа жолдастарымен жиіркенішті сөйлеседі. Кенеттен бала келіп көмек сұрайды. Біреу ханымның орындығына сироп құйып жібергені анықталды. Директор бұны бала жасады деп күдіктенеді. Барлық оқушылар қорқады, өйткені бала ең тентек оқушылар оқитын қатыгез Чоки деген сыныпқа баруы мүмкін. Дегенмен Матильда сабырлы және жоспар жасайды. Ол баланы жатуға көндіреді және бәрінен пальтоларын лақтыруды сұрайды. Ол өзін толығымен жасырған сәтте Транчбул ханым оны іздеп келеді. Матильда тікелей бір топ пальтоға нұсқайды және мұны көрсетеді. Бала шамамен 30 минут бұрын есінен талып қалғандықтан олар оны күн сәулесінен қорғайды деп үміттеніп пальтосын жауып тастады. Транчбул ханым оны енді жаза бере алмайды. Ол оны ашуландырады және ол кез келген баланы жазалауға үміттенді. Енді ол қандай да бір жолмен ашуын босатуы керек болғандықтан ол жазықсыз қызға бұрылады. Транчбул ханым оның шашын ұнатады және бұл сылтаумен ол қыздың шашынан ұстап, оны мектептен тыс жерге лақтырып жіберді. Бақытымызға орай, ол зардап шеккен жоқ және ол ештеңе болмағандай оралады. Мектептен кейін Матильда Фелпс ханыммен кездесті және өзінің аяқталмаған тарихын жалғастырады. Акробаттағы эскаполог өзінің өлімге әкелетін айласын жариялағаннан кейін олар көмек үшін менеджер жалдады. Ол акробаттың өгей әпкесі болды, бірақ ол әрқашан қатыгез және қорқытушы еді. Ол сондай-ақ балға лақтырудың бұрынғы чемпионы болды. Осы уақытта эскаполог сахнаға шығып, мыңдаған адамдарға шоудың жоспарланғандай болмайтынын айтты. Өйткені оның әйелі жүкті болғандықтан біраз уақылайды. Тәкаппар менеджер ерлі зайыптылардың эмоционалды сәтін үзіп, жарнамалық акцияларға көп ақша жұмсағандықтан шоуды жалғастыру керек екенін түсіндірді. Осымен акробаттағы эскаполог Фелпс ханым көргісі келетін өлімге әкелетін трюкке құлықсыз дайындалды. Әрі қарай Матильда не болатынын білмейді, содан кейін ол кетіп қалады. Келесі күні мектепте бәрі асханада түскі ас ішіп жатқанда кенеттен Транчбул ханым пайда болады. Біреу оның шоколадты тортын ұрлап кеткені анық болды. Ол ұрыға өзін көрсетуді ескертеді. Дәл осы сәтте кішкентай, бірақ семіз бала қатты ырылдайды. Ал сасық иіс Транчбул ханымға жеткенде, ол оны иіскеп, оның шын мәнінде кінәлі екенін түсінеді. Ашуланып баланы жазалауды шешеді. Ол аспаздарына үлкен шоколадты торт жасауға бұйырады. Бала торттың бәрін жеу керек. Егер жей алмаса, оны Чокиге жібереді. Торт өте үлкен және бала жей алмайтын сияқты. Бірақ достарының қолдауымен ол оны толығымен жей алады. Транчбул ханым оқиғалардың өзгеруіне таң қалды. Алайда ол бас тартқысы келмейді, сондықтан ол сылтау айтып баланы Чокиге сүйреп апарады. Мектептен кейін Матильда Фелпс ханымға жақындап қалған тарихын айта бастайды. Акробаттағы эскаполог олардың позицияларын дайындады және трюк басталды. Бұл нағыз трюк болды. Біреуі қобалжыды, бірақ соңында екеуі де сәтте орындады, бірақ тағдыр басқаша шешілді. Алайда тағдыр оларға басқа нәрсе дайындады. Апат салдарынан акробаттар тайып, еденге құлап, көптеген сынықтарға алып келді. Ол аман қалды, тек баланы көтеру үшін жеткілікті. Эскаполог әйелінен айырылғанына қатты қайғырды, бірақ ол қызына мүмкіндігінше жақсы өмір беруге уәде берді. Алайда бәрі нашарлай түседі, өйткені ол әрдайым жұмысқа баруы керек. Эскаполог зұлым менеджерді қызына жұмысқа кетіп бара жатқанда қарауға шақырды. Әйел әрдайым кішкентай қызды азаптап оны жұмыс істеуге мәжбүр етті. Бірақ бір күні эскаполог бұл туралы біліп одан кек алуға уәде берді. Нәтижесінде ол ашуланып көлігімен кетіп қалды және ол соңғы рет көрінді. Ол сол түні үйге оралмады. Оқиғасын айтып болған кейін Матильда үйде, ол қоқыс жәшігін оған тигізбестен таңқаларлық түрде жылжытады. Мүмкін оның ақылды миы телекинез жасай алады. Келесі күні мектепте мисс Хани барлық оқушыларға сабақ беріп жатқанда Транчбул ханым біртүрлі формада келеді.
Ол бүгін дене шынықтыру сабақтары өтетінін хабарлайды. Мұны естігеннен кейін барлық оқушылар қорқады. Бірақ Транчбул ханым оларды алаңға шығарады. Біраз уақыттан кейін олар қатыгез лагерь болып табылатын алаңға келеді. Тікенді сым, биік қоршаулар және тіпті миналар. Студенттер мұның бәрін тынығусыз кесіп өтуі керек. Матильда қатыгездіктен үнсіз қалмайды, сондықтан ол жоспар жасайды. Ол достарынан сүйікті тритонын стаканға лақтыруды сұрайды. Қатыгез директор судан тритонды көргенде қатты ашуланады. Ол әр оқушыны сол жерде жазалауға тырысады, бірақ шаршаған Матильда оған қарсы шығады және оны бұзақы деп атайды. Содан кейін ол өзінің телекинездік қабілеттерін пайдаланып, сол стаканды көтеріп, Транчбул ханымның басынан ұрады. Сонымен бірге тритон оның киімінің ішіне кіріп қозғала бастайды. Бұл тәкаппар директорды өз кеңсесіне жүгірту үшін жеткілікті. Барлық оқушылар кеткеннен кейін Матильда мисс Ханиге қоңырау шалып, өзінің жаңа қабілеттерін көрсетеді. Бұл мұғалімді таң қалдырады, бірақ ол оны құпия ұстауға уәде береді. Кейінірек екеуі үйге барып, өздерінің хоббиі мен қызығушылықтары туралы сөйлеседі. Өйткені олардың байланысы күшейеді. Мисс Хани Матильданы үйіне шақырады. Бұл орманның ортасындағы кішкентай коттедж. Матильда одан ата-анасы туралы сұрайды, ал мисс Хани олардың жоқ екенін айтады. Ол анасы қайтыс болған кезде нәресте болды, ал әкесі көптеген жылдар өткен соң жоғалып кетті. Ол өзінің қатыгез өгей тәтесінің қамқорлығына қалдырылды. Ол өз үйін қасақана алып, оны осы үйде жүріп кетуге қалдырды. Матильда эскапологтың осы көріністерін естігенде, ол айтқан оқиға шын мәнінде шынайы екенін түсінді. Хани ханым шындығында эскаполог пен акробаттың қызы. Матильда қатыгез директордан кек алғысы келеді және оны жеңіп, мисс Ханиді үйіне қайтарғысы келеді. Бірақ ол үйге оралғанда ата-анасы жаман жаңалықтар туралы хабарлайды. Вормвуд мырза сатқан ақаулы машиналар табылды. Енді оларды мафия аулайды, сондықтан келесі күні бүкіл отбасы Испанияға көшеді. Мұны естігенде қайғыдан ол кеткісі келмейді, бірақ басқа амалы жоқ. Алайда ол мектепке соңғы рет баруды шешеді. Келесі күні қараңғы бөлмеде Транчбул ханым барлық оқушыларды жазу байқауына шақырды. Ережелер қарапайым, егер біреу жазудан қате жіберсе, олар чоки қорабының ішінде жазаланады. Содан кейін ол осы қораптардың бірін шығарады және оның ұстараның өткір тікенектері бар екені анықталды. Көп ұзамай жарыс басталады. Алдымен кейбір оқушылар дұрыс жауап береді, өйткені мисс Хани оларға жақсы сабақ берді. Содан кейін Транчбул ханым ұзақ сөз айтады. Тіпті ондай сөз жоқ. Ол оны сүйреп апара бастайды, бірақ сол кезде басқа студенттер бүлік шығара бастайды. Олар Транчбул ханым олардың барлығын бірден жазалай алмайды деп сеніп, әдейі қате жауаптар береді. Бірақ олардың қорқынышына айлакер бас үй иесінің орнында бірнеше шакерлер бар. Олар барлық оқушылар жазаланатын сияқты болған кезде, Матильда алдымен өзінің қабілеттерін пайдаланып мәселені өз қолына алуды шешеді. Ол тақтаға жазады және Транчбул ханымға соңғысы тыңдамаған кезде кетуін ескертеді. Матильда жақын маңдағы бірнеше тізбектерді қосып үлкен гуманоидты фигура жасайды. Биік фигура барлық чокиді бірінен соң бірін жойып Транчбул ханымды таң қалдырады. Содан кейін Матильда өзінің келесі қадамын қолданады. Ол Транчбул ханымның шашын екіге бөліп байлап, оны өзімен бірге шайқай бастайды. Тәкаппар директор төбеден ұшып кетеді. Ол жер бетіне жеткенде үй кілттерін тастап тез қашып кетеді. Мисс Хани кілттерді алып, оның отбасылық үйінде өмір сүре алатынына қуанады. Кейінірек барлық оқушылар жиналып Матильдаға рахмет айтады. Ол ессіз әйелді қуып жіберді, бірақ олардың бақытты сәті ұзаққа созылмайды, өйткені Матильданың ата-анасы көлікпен келіп, оған отыруды бұйырады. Шуға 1 сағат қана уақыт бар. Кішкентай қыз құлықсыз келісіп, оларға жақындайды. Бірақ дәл осы сәтте мисс Хани пайда болып, Вормвуд мырзадан Матильданы алып қалуын сұрайды. Матильда да «иә» дейді және ол ата-анасымен дұрыс қоштасады. Ол тіпті әкемнің шляпасын шешеді. Тарау фильм Матильда мен Хани бір кездері эскаполог пен акробат тұрған үйге жетуімен аяқталады. Достар, арнада басқа да қызықты видеоларды көре аласыздар және де қысқа шолу арнасы сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтайды.